Биыл жыл басынан бастап қазақстандықтардың мобильді аударымдары қатаң бақылауға алынды. Бұл шара заңсыз кәсіпкерлік қызметті анықтау және салық төлеуден жалтарудың алдын алу мақсатында енгізілуде. 2025 жылы нақтырақ кімдердің мобильді аударымдары тексеріледі. Салықтан жалтарып тұтынушылардан қолма-қол ақша талап ететін кәсіпкерлерге қандай шара көріледі? Аталған мәселе бойынша Арыс қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Нұрсұлтан Аманқұлов баспасөз мәслихатын өткізді. Қала әкімдігінің мәжіліс залында өткен баспасөз мәслихаты дәл қазіргі ең өзекті тақырыпқа арналды. Мемлекеттік кірістер комитетінің мобильді аударымдарға қатысты кезекті ескертуінен кейін қазақстандықтар арасында осы мәселеге қатысты сұрақтар көбейді. Салықшылар аударымдардың санына қарай ма, жоқ әлде жалпы сомасы ескеріле ме? Бақылау шаралары қалай жүргізіледі? Ал ең қынжылтатыны, көлеңкелі бизнестің алдын алу үшін қолға алынған заңды айналып өтпек болып, мобильді аударымнан ғана емес, мобильді төлемді мүлде қабылдамай тұтынушыларды тығырыққа тіреген кәсіпкерлер саны қаламызда күн санап өсуде. Перевод деген ол жеке адамның жеке мақсатында қолданатын, мысалы сіз бен біздің арамыздағы, мен сізге қажеттілікке байланысты аударсам, сол перевод өседі. Ол бірақ кәсіпкерге жүрмейді. Ол QR арқылы алу керек саудадан, QR арқылы істеу керек. Или жаңағы төлем терминалдары арқылы істеу керек. Сіздің картаңызды берсеңіз, ақшаны сөгіп алу керек. Ал енді қолма-қол ақша алатын жағдайда ол касса аппараттан чек беру керек сізге. Бізде өзі 3 түрлі төлем бар. Салық төлеміне жеке тұлғаларға арналған, салық төлеушілерге арналған. Сол 3 түрлі төлеммен сауда-саттық істеуге болады. Дүкендерде бірінші мысалы жаңағы қолма-қол ақша, одан кейін QR, одан кейін жаңағы переводтар. Переводтарымыз жаңағы терминалдардан банк карталарыңыз бар, сіздердің карталармен жұмыс істеу. Ол жерде енді қолма-қол ақша талап ету, ол енді ол кісілер өз жеке кәсіпкер болып тіркелген екен, QR обязательно алады. Егер сізден кәсіпкер қолма-қол ақша талап етсе, кассалық чек алуға құқылысыз. Ал олай болмаған жағдайда кәсіпкер көлеңкелі бизнес иесі деген күдікке ілігуі мүмкін. Осы Арыс қаласының маңындағы бір дүкен, дүңгіршек болса, мысалы ақша талап еткен болса, Арыс қаласындағы кірістер басқармасына келіп, өзінің өтінішін жазып, жаңағы салық төлеуші, сауда жасаушы, тұтынушы жазатын болса, ол кезде біз кірістер басқармасы тексеріп, ол кісіге Қазақстан әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 194 бабына сәйкес шара көреміз. Бірінші жолға ескерту, екінші қайталап істеп жүрген жағдайда, ол кісі бір жылдың ішінде екінші рет қайталанған жағдай болатын болса, айыппұл болады. 40 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төлейді ол кісілер. Мобильді аударымнан бас тартқан кәсіпкерлердің қорқынышы қаншалықты орында? Биылдан бастап нақты кімдердің мобильді аударымдары бақылауға алынады? 24 жылдың қорытындысымен заңды тұлғалар, кәсіпкерлер, олар теңестірілген кісілер и жұбайлары тексерілетін болады. Ал 25 жылды қорытындылағанда 26 жылы уже жалпы халықтық кәсіпкерлер переводтар тексеріледі. Ол тексерілген жағдайда ол жерде кәсіпкерлерге, кәсіпкер болып тіркелген кісілерге зиян жоқ. Тек кәсіпкер болып тіркелмеген 100 переводтан асқан 3 айда қатарынан, мысалы осы айда 100, қаңтар айында, ақпан айында 100, наурыз айында 100 перевод болатын болса, сол қатарынан үздіксіз 300 переводтан асқан жағдайда, бірақ әр түрлі тұлғадан сізден 10 перевод келуі мүмкін, ол есептелмейді. Барлығы бір адам болып есептеледі ғой? Жоқ, бір адам болып есептеледі, бірақ әр түрлі тұлғадан 100 переводтан асқан жағдайда, сонда 300 переводтан асу керек, қатарынан үздіксіз. Ал бір айда 100 болып, келесі айда 100-ге жетпей, арғы айда 100 болса, ол есептелмейді. Тексеріледі деп жатырсыз ғой? Тексерілмейді, бұл жаңағы 300 переводтан асса, жеке кәсіпкерге хабарлама ол кісіге береміз, сіз тіркеліңіз, болмаса ол кісі ол позицияны хабарламадан кейін ол түсініктеме бере алады. Мен жоқ, кәсіпкерлік мақсатта қолданған жоқ, мынандай жағдайда да өзін ақтайтын болса, ол кісі ештеңе болмайды. Ал жоқ, ақтай алмайтын болған жағдайда, действительно кәсіпкерлікпен айналысқан болатын болса, онда ол кісіге кәсіпкер болып тіркеліп, ары қарай үстіндегі салығын төлеп, жұмысын істеп кете береді.
Мобильді аударымдарды бақылау туралы заң жай ғана ермек үшін қолға алынған жоқ дейді маман. 2024 жылы Қазақстанда 6 айдың ішінде кәсіпкерлердің 76% өз табысын 5 миллион теңгеден төмен деп көрсеткен. Ұлттық банктың 2023 жылғы есебіне сәйкес тауар мен қызметтер үшін төлемдердің жалпы көлемі 50 триллион теңге болған. Ал мобильді аударымдардың көлемі 80 триллионнан асып түсті. Яғни табысын жасырып, салықтан жалтарғысы келгендер қатары күрт көбейген. Сізде осындай жағдайға тап болсаңыз, жауапты мекемелерге арыз жазуға құқылысыз. Жақында ғана осындай бір шағым келіп түсті. Қала тұрғыны дүкенге барып, бір белгілі мөлшерде сауда жасаған, ал саудагер аударым арқылы төлем жасайын десе, тұтынушы 3%-ын төле деген. Осындай жағдайда тұтынушының іс-әрекеті қандай? Сіздерге барама мекен жайы қандай? Дәл сол жерде іс-әрекеттері қандай? Енді ол жердегі жаңа тұтынушының іс-әрекеті фото, видеосы болу керек, дәлелдеу құжаттары болу керек. Сосын Арыс қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келіп жаңа өтінішін білдіру үшін келіп өтініш білдірсе де болады, или өтінішпен жіберсе де болады. Қазір енді дамыған заман эспосымен. Ал келіп берем дейтін болса, бізге Арыс қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Арыс қаласында Әйтеке би көшесі 18-ада орналасқан. Сол мекен жайға келіп өзінің өтінішін білдіріп, арызын жазып кетсе болады. Балауса Оспан, Дінмұхамед Әли Әділ, Жантөре Болыс Мұрат, Арт ТВ жаңалықтары.